21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Бұл мереке ұлт руханиятының өркендеуіне, мәдени мұраны сақтау мен насихаттауға өлшеусіз үлес қосып келе жатқан мәдениет және өнер саласы қызметкерлеріне құрмет көрсету күні. Осыған орай бүгін облыс әкімі Ербол Қарашөкеев мәдениет саласының қызметкерлерімен кездесіп, кәсіби мерекесімен құттықтады. Табиғат аясында ұйымдастырылған іс-шарада бірқатар маман марапатқа ие болып, мерейі тасыды. Жазғырып елді көрмеппін, анаға лайық мейіріммен қол созып бесік тербеттім. Сахна сыртында жүріп, руханияттың шамын сөндірмей келе жатқан мәдениет қызметкерлері бүгін ерекше құрметке бөленді. Әр мекеме дайындаған сахналық қойылымдар бір-бірімен үндесіп, табиғат аясы нағыз руханият мерекесіне айналды. Домбыра үні тербеліп, ән мен би көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Облыс әкімі де мерекелік іс-шараға арнайы қатысып, сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтады. Халықтың мәдени байлығын арттыру жолындағы адал еңбектеріңіз бен өнерге деген жанашылықтарыңыз үшін баршаңызға шынайы ризашылық білдіремін. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық шабыт, тың идеялар мен толайым табыс тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, бақ береке, ел игілігі жолындағы еңбектеріңізге абырой тілеймін. Мерекеде облыстың 10 ауданынан келген мәдениет қызметкерлері бас қосты. Олар бір-біріне ақжарма тілектерін арнап, алғыс айтты. Барлық әріптестерімізді осы думанды мерекемен құттықтаймын. Мәдениеті биік елдің парасатта биік болады. Асқар Тоқпановтың 110 жылдығы, биыл мінекей Әл-Тарази Таразға шақырады фестивальдары. Осының барлығы біздің мәдениетке, өнерге жасалынып отырған үлкен қамқорлық. Сондай-ақ бұл күн сала өкілдері арнайы марапатқа ие болды. Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Эльмира Елеусіз қызы ерең еңбегі үшін медалін алса, Кенен Әзірбаев атындағы облыстық филармонияның әртісі Оңалкүл Азаматова Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағына ие болды. Үлкен алғысымды айтам. Біздің облыстық мәдениет басқармасы, өзімнің ұжымым, облыстық филармония. Көп рахмет, көптен күткен менің ең биік марапатым. Құтты болсын, жұғысты болсын барлықтарыңызға. Айта кетейік, жалпы облыста қазіргі таңда 506 мәдениет мекемесі бар. Онда 3000-нан астам маман ел руханиятын жандандыру жолында қызмет етуде. Сонымен қатар өңір өнерпаздары түрлі деңгейдегі байқауларда үздік нәтижелер көрсетіп, Әулиеата өңірінің өнері мен абыройын асқақтатып келеді. Қанат Күзберген, Байғани Бүркітбай, Айқын ақпарат.